Баршаңызға қайырлы күн, менің көрермендерім және подписчиктерім. Менімен бәрі оңай каналыма қош келдіңіздер. Менің есімім Мадина. Бүгін сіздермен өте дәмді қытырлап тұратын қиярларды банкаларға жабатын боламыз. Дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, қиярларыңыз атылмай жақсы сақталатын болады. Ал енді қиярларымызды салқын суда 3-4 сағатқа қоямыз. Қиярларымыздың қышқылы шығу үшін 3-4 сағат өткен соң енді қиярларымызды жақсылап марлының көмегімен тікендерінен, шаңдарынан тазартып жуу керек болады. Суық сумен қайталап 2-3 рет жуу керек. Енді бізге керек заттар: лавр жапырағы, смородина мен малина жапырағы, хрен жапырағы, укроп, тәтті бұрыш, чеснок, қара бұрыш, домалақ душистый бұрыш, гвоздика, уксус, аспирин, тұз, қант керек болады. Мен енді банкаларымды содамен жақсылап жуып, оларды қайнатып алдым шөгінге бір-бірлеп, және де қақпақтарымды да солай қайнатып алдым. Банкамызға алдымен 2 лавр жапырағын салдым, 6-7 душистый перец салдым, қара домалақ бұрыш 15 штук салдым, гвоздикадан 5-6 штук салдым, 3 бас чеснок салдым, 2 штук смородина жапырағын салдым, 2 штук малина жапырағын салдым, 1 пучок укроп салдым, 1 пучок хрен жапырағын салдым, 7-8 кесілген тәтті бұрышты салдым. Енді қиярымызды алдын арт жақтарын кесіп алып тастаймыз. Ұзын қиярларымызды 2-ге бөлеміз, сосын кейін банкаларымызға әдемілеп бір-бірлеп жинап шығамыз. Құрметті менің көрермендерім, қазақша каналдың дамуына үлес қосып, каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазып, видео ұнаса достарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Және де келесі менің видеомды жіберіп алмас үшін қоңыраушаны басып қойыңыздар. Қиярларымызды банкаға жақсылап жинап алдық. Енді сақырлап қайнап тұрған суды құямыз, 5-10 минутқа қойып қоямыз. Сосын суымызды төгіп, екінші рет тағы да осылай су құйып, оны да 5-10 минутқа қойып қоямыз. Суын 2 рет төгіп құямыз. Енді банкаларымызға қант тұзымызды саламыз. Мен 3 литрлік банкаға 3 аспирин, 2 ас қасық тұз, 1,5 ас қасық қант, 1 чай қасық 70% уксус құйдым. Ал 2 литрлік банкаға 2 аспирин, 2 ас қасық тұз, 1 ас қасық қант, жарты чай қасық 70% уксустан құюға болады. Барлық заттарымызды салып алдық. Енді осы қайнап тұрған ыстық суымызды құйып банкаларымызға, бірден банкаларымыздың қақпағын жабатын боламыз. Қақпағын бұрандамен бекітіп жақсылап жауып алуымыз керек. Ішінде ауа қалып қалмайтындай, если ішінде ауа қалып қалатын болса, банкаларымыз атылып кетілуі мүмкін. Енді банкаларымызды төңкеріп, ауыздарын тексереміз. Су ағып тұрған жоқ па екен. Енді банкаларымызды жылы жауып бір тәулікке қойып қоямыз. Міне менің банкаларым дайын болды. Сіздер де дәл мен секілді осындай рецептпен дайындап көріңіздер. Келесі кездескенше сау сәлеметте болыңыздар.